Әлеуметтік желіде күн сайын мыңдаған ақпарат тарайды. Оның бәрі шындық бола бермейді. Кейбір хабарламалар әдейі қорқыту үшін, кейбірі ашуландыру үшін, ал кейбірі адамдарды белгілі бір шешімге итермелеу үшін жасалады. Мұны жалған ақпарат пен манипуляция деп атаймыз. Манипуляцияның ең жиі белгісі эмоцияға қысым жасау. Мысалы, мұны бәріне таратыңыз, бәрі жасап отыр, осыны білмесең кеш қаласың деген мазмұндағы посттар адамды ойланбай әрекет етуге итермелейді. Қарсы тұрудың бірінші қадамы бірден сенбеу. Ақпарат қызық, қорқынышты немесе өте сенсациялық болып көрінсе, оны тоқтап тексеру керек. Екінші қадам дерек көзге қарау. Бұл ақпаратты кім жариялады? Белгілі бақ па, ресми ұйым ба, әлде түсініксіз парақша ма? Автор көрсетілген бе, нақты дәлел келтірілген бе? Үшінші қадам бірнеше дерек көзден салыстыру. Егер маңызды ақпарат рас болса, ол басқа сенімді платформаларда да жарияланады.